Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға арнап өте дәмді, көпшілігі сүйсініп жейтін осындай құнарлы холодец тағамын дайындаймыз. Қазақшасы дірілдек деп аталады. Бұл өте дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы тағам. Біздің дана халқымыз ежелден ақ етке, сорпа бетке деп атап кеткен. Шынында да ет біздің ағзамыз биолог біздің бұлшық етімізге сіңсе, ал сорпасы тұнып тұрған коллаген, яғни біздің терімізге қажет. Сонымен қатар холодецтің құрамында біздің көзіміздің көруіне көмектесетін, бұлшық еттердің жақсаруына көмектесетін өте көп витаминдер бар. Сол себепті дайындап көріңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен бізге осындай сиырдың бақайлары керек, яғни сирақтары. Базардан алатын болсаңыздар, өздері бөлшектерге бөліп береді. Осылай жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін үстінен салқын су құйып, газге қойып, толықтай қайнағанын күтеміз. Толықтай қайнап шыққаннан кейін ол суын төгіп тастаймыз. Өйткені холодецтің жаңағыдай артық иісі болып тұрмас үшін бірінші қайнаған суын төгіп тастаймыз. Мінекей қайнап шықты, суын төгіп тастадық. Енді бұның үстінен басқа таза салқын су құямыз, тағы да қайнатамыз. Сонымен қатар сіздер қаласаңыздар осындай етті немесе тауық етін қоссаңыздар болады. Мен тауық етінің жарты бөлігін қостым. Енді қақпағын жауып, тағы да барлығының толықтай қайнап шыққанын күтеміз. Толықтай қайнап шыққаннан кейін бетіндегі артық көбіктерін алып тастаймыз. Және де газдың астын кішкене басып, осылай әдемі болып қайнап тұру керек. Осы сәтте сіздер бір пияз, сәбіз және де жаңағыдай лавровый лист немесе басқа да дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Осылайша біздің жаңағыдай сирақтарымыз, яғни бақайларымыз 6-7 сағаттай қайнау керек. Менде 6 сағат қайнады. Мінекей осылай жұмсарып, еті былбырап, жаңағыдай пісіп тұру керек. Жаңағыдай сүйегінен ажырайтындай дәрежеде піскеннен кейін мінекей барлығын сүзіп аламыз. Сорпасы да көріп тұрғандарыңыздай біршама тартылып қалған. Енді соңында жаңағыдай артық сүйектер қалып кеткен болса, осылай сүзіп сорпасын тазалап аламыз. Енді мен тұзды осы сәтте қосатын боламын. Өйткені сорпасы біршама тартылып кеткен, көріп тұрсыздар. Дәміне қарай тұзын қосамын. Сонымен қатар осындай түйіршік қарабұрыш болатын болса, одан да дәміне қарай аздап қосамыз. Және де 2 дана лавр жапырағынан да саламыз. Ұнатпайтын жандар болса, лавровый листті қоспауға болады. 2-3 тіше сарымсақты ұсақтап турап, немесе дәл осылай теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Енді сорпамызды бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Одан кейін қақпағын жауып, толықтай суытып аламыз. Қатты бір салқын болып кетпеу керек. Жылы болған күйге дейін сорпамызды суытып қойып қоямыз. Одан кейін осылай сүзгіштен өткізіп сорпаны сүзіп аламыз. Жаңа айтып өткенімдей, сирақтар ұзақ уақыт қайнап пісетін болғандықтан, оның сорпасында тек қана пайдалы дүниелер қалады, яғни коллагенге өте бай. Коллаген біздің теріміздің жасаруына, бетіміздің жылтырап, әдемі болуына әсер етеді. Сондықтан жалпы сорпа тағамын жиі-жиі дайындап жүріңіздер. Мінекей бетіндегі майларын біз ұнатпағандықтан осылай сарқып алдық. Енді жаңағы былбырап піскен еттерін ұсақ етіп, майдалап, турап шығамыз. Жалпы өздеріңізде білесіздер, біздің қазақ халқында босанған әйелді 40 күн сорпалап күтіп жатады. Өйткені босанғаннан кейін барлық сүйектердің барлығы босап, жаңағыдай ағзада кальций азайып кетеді. Соның орнын толықтыру мақсатында сорпалап терлетіп жатады. Жалпы былайша да осындай сорпаны, холодецті жиі-жиі дайындап жүріңіздер. Әсіресе әйел ағзасына өте пайдалы. Мінекей барлық етті турап алдық. Енді шұңғылдау бір ыдысқа әсемдік үшін бірінші осылай піскен жұмыртқаны салып шықтым. Негізі бөдененің жұмыртқасы әдемі көрінеді, соны 2-ге бөліп салсаңыздар болады. Сондай-ақ тағы да әсемдік үшін осындай горохтардан аздап сеуіп қойсаңыздар болады. Бірақ бұл нәрселер негізі міндетті емес. Соңында беттеріне осылай укроптан салып шықтым. Мінекей осымен дайын болды. Негізі жаңағыдай холодецпен бірге сәбізді де пісіретін болсаңыздар, оны да әдемілеп, гүлдеп, турап салсаңыздар болады. Мінекей дайындап алдық. Енді жаңағы турап алған еттерімізді салып шығамыз. Негізінен бұл еттерді бірден сорпамен араластырып құя берсеңіздер болады, бірақ біз осылай бөлек-бөлек салып шықтық. Енді салып алғаннан кейін үстерінен жаңағы сорпамызды қатты толтырмай құйып шығамыз.
Құйып шыққаннан кейін енді толықтай қату үшін барлығын бетін жауып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Шамамен 2 сағаттың ішінде қатып шығады. Желе сияқты іркілдеп әдемі болып шығады. Мінекей барлығы дайын. Енді тоңазытқышқа салып толықтай қатырып аламыз. Дайын болған холодецті тарелкаға салып дастарханға ұсына берсек болады. Көріп тұрсыздар, төңкерген кезде ешқандай да түсіп кетпейді. Ыдысқа салу үшін бірінші пышақтың көмегімен шеттерін жайлап ашып аламыз осылай. Одан кейін тарелкаға төңкеріп ала берсек болады. Осымен дайын. Ал мінекей көріп тұрғандарыңыздай холодец өте әдемі, аппетитный болып шыққан. Кесіп жей беруге болады. Дәмі өте керемет, сөзсіз дәмді болып шығады. Тіпті балалардың өзі сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің каналымда күнделікті ауызашар мәзіріне арналған рецептер шығып отыратын болады. Жоғалтып алмас үшін каналыма төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар, және де әрбір салған рецептер сіздерге бірінші болып көріну үшін жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мінекей осымен өте дәмді, пайдалы, құнарлы, коллагенге бай жасартатын холодец тағамы дайын. Видео ұнаса лайктарыңызды аямай басып, басқа да әлеуметтік желілерде өздеріңіздің құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісіп жіберіп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина. Келесі видео рецептерде жүздескенше аман саулықта болыңыздар.